Қайырлы кеш, ардақты көрермен, өздеріңізбен бірге басты тақырып бағдарламасы және мен әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі. Біздің бүгінгі көтеретін тақырыбымыз коронавирус індетіне байланысты. Бүгін бізбен байланысқа шығып отырған спикеріміз қоғамдық денсаулық сақтау орталығы департаментінің директоры Жұмабек Бекенов мырза. Жұмабек мырза, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Жұмабек мырза, енді соңғы мәліметтерге сүйенетін болсақ, елімізде коронавирус індетіне шалдыққан 700-ден астам азаматтың ішіндегі 120-сы ол медицина қызметкерлері екен. Бұл жайында бас санитардың өзі айтқан болатын. Енді көптеген сарапшылардың зерттеуі бойынша, мәселен Қытай мемлекетінің өзінде дәл осы індетке шалдыққан медицина қызметкерлерінің пайызы тек 4 қана екен. Ал енді коронавирус індеті кең таралып отырған Италия мемлекетінің өзінде медицина қызметкерлерінің тек 9% ғана дәл осы індетпен ауырып жатқан көрінеді. Ал енді біздің елімізде егер пайыздық өлшеммен алып қарайтын болсақ, 120 маман деген сөз шамамен 19%. Енді дәл мен ол талдауды жүргізгенім жоқ, бірақ жалпы біздің жалпы пайымдауымыз бойынша бұл арада аурумен тікелей жұмыс істеген дәрігерлердің саны аздау. Бұнда жалпы қатынаста болған сол шетелден келген адамдармен, немесе жалпы олармен болған контактте болған адамдармен қатынаста болған медиктер де болған кіріп кетіп отыр. Бұлай жалпы осы аурулармен жұмыс істеген, тікелей жұмыс істеудің арқасында бірінші кезде байқамай, өйткені шетелден келген бірінші азаматтар, олар бәрі белгісі жоқ болып келді. Келіп, және өзінің денсаулығына байланысты, тұмау есебінде поликлиникаға, бірінші поликлиниканы білесіздер, сіздер қай жерден шыққан. Сол поликлиникаға қаралған уақытында олар ауру есебінде қабылданып кетті. Сол уақытта ең көбі сол уақытта жұқтырып алды. Қалғандарынікі жалпы контакты, жалпы шетелден келген өздерінің таныс туыстары арқылы контактте болғандар. Бұлай негізгі осы соңғы кезде тікелей жұмыс істеп жатқан медиктердің ішінде қазіргі дәл осы күні жұқтырып жатқандар өте аз. Ол ең бірінші кезде болады. Италияда болсын, басқа елдерде болсын, өйткені оны бұл коронавирус есебінде біріншіде қабылдаған жоқ. Ол тұмау есебінде келді. Ең бірінші қаралған, елімізге келіп қаралған адамдар. Олар және Қытайдан келген азаматтар емес. Пікіріңізге көп рахмет. Министр Елжан Біртанов мырза өзінің Facebook парақшасында Таразда болған жағдайға байланысты пікір білдіріп, нақты тапсырмалар беріпті. Ол жерде енді Тараз қаласындағы коронавирус індетіне шалдыққан азаматтармен тікелей жұмыс істеген медицина саласының қызметкері өзінің осы індетке шалдыққанын тиісті кезеңде, тиісті мерзімде қажетті құрал жабдықтардың берілмеуіне байланысты деп атап отыр, және дәл қазіргі уақытта осы індетке байланысты қажетті көлемдегі ем-дом шараларын ала алмай жатқандығы жайында айтқан екен. Дәл осы мәселеге байланысты және жалпы Тараз қаласында болып жатқан жағдайға байланысты сіздің пікіріңіз? Жоқ, мен енді жалпы елдегі медициналық дайындық туралы олардың бәрі де біздің министрдің алдында есеп берген болатын. Елдегі медициналық мекемелердің дайындығы және дәрігерлердің дайындығы жөнінде, және оған байланысты құрал саймандардың да дайындығы жөнінде. Егер енді ол өзінің айтқанына сай келмеген болып жатса, оларда жергілікті медицина ұйымының басшылары тікелей министрдің алдында жауап береді деп ойлаймын. Оған және министр нәтижесінде шығарады. Өйткені біз білеміз, бұл аурудың көрші елдерде шыға бастағаннан бастап, министр сол уақыттан бастап барлық медициналық мекемелердің облыстардағы дайындығы туралы есеп беруін талап еткен болатын, және оны әрбір жетіде соны қадағалап отырды. Сіздер білесіздер, осы темес бізді сіздердің алдарыңызда талай айтылған болатын, что біздің елдің региондағы елді мекендер медициналық мекемелер өздерінің сақадай сайлығын, кроваттарының, кереуеттерінің, немесе оған керекті дәрі-дәрмектердің дайындығы жөнінде барлығында 100% бізде есеп берген болатын. Қазіргі егер ол сөздерінен айырмашылықтар
қарама-қайшылықтар шығып жатса, онда сол жергілікті медицина қызметкерлерінің басшыларының тікелей жауапкерлігінде. Соңғы уақытта Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында коронавирус індетіне шалдыққан азаматтардың саны азайып келе жатыр деген мәліметтер бар. Бұл дер кезінде карантиннің жарияланып, азаматтардың, яғни осы екі қаладағы тұрғындардың дер кезінде оқшаулануына қатысты сол себепті орын алып отырған шара ма, әлде мемлекетіміздің авиа байланысты басқа мемлекеттермен тоқтатып, мемлекеттік шекараларды жабуы әсер етті деп ойлайсыз ба? Сіздіңше қайсысы басымырақ? Бұған біздің алдымызда да спикерлерді жақсы айтып кетті, бас санитар дәрігерді. Бұған енді жалпы комплексні бәрі де әсер етті деуге болады. Өйткені сіз білесіздер, ең негізгі аурудың біздің елден шықпағаны, ол шеттерден келгені белгілі болды. Ол және бірінші біз Қытайды жапқанменен, границаны Қытайдың азаматтарының келуіне тыйым салғанымызбен бізге Еуропа арқылы кіргенін білесіздер. Бірінші аурулардың. Сондықтан да біз мына ең бірінші ол адамдардың келуіне шектеу қойсақ, екінші жағына келген адамдардың бәрін мына оқшаулау дейміз ғой, стационарда немесе үй қамағында ұстаудың арқасында олардың таралуына жол бермеді. Сол арқылы қарап отырсыздар, аурудың шығып жатқан ауруларды қарап отырсаңдар саралап, ол көбінесе бөлініп алынған, оқшауланған, стационарда немесе үй қамағында оқшауланған аурулар, болмаса содан контактте болған аурулар. Оның өзі де ауруды іздеп табуды көп жеңілдіктер тудырып отыр. Оның кіммен контакт болған және қай жерде шығатыны туралы дәрігерлердің алдын ала хабарлар болуына және оны іздестіруде онша қатты қиыншылыққа тумайды. Оларды тез тауып, оқшаулап, оларға шешім қабылдап, оларды кезінде анықтап, емдеуге мүмкіндік тудырып отыр. Осының бәрі ұйымдастырудың арқасында, ұйымдастырылған жұмыстың арқасында осындай нәтижелерге жетіп отырмыз деп ойлаймын. Дәл қазіргі уақытта біздің елімізде, оның ішінде әсіресе облыстарда, аудан аймақтарда мынау қажетті індетті емдейтін қажетті дәрі-дәрмектердің көлемі, бұдан бөлек әсіресе ауыр жағдайда жатқан азаматтарды емдейтін ИВЛ аппараттарының саны жеткілікті ме? Сіздерге құпия емес, біздің күнделікті ресми хабарларда да аурудың саны және олардың ауыр жағдайда өтіп жатқан сандары белгілі. Көріп жатсыздар ғой, 20 ауыр жағдайда өтіп жатыр, мысалға, 60-тайы орташа, одан қалған 300-дейі, 350-дейі былай өте жеңіл жағдайда өткізіп жатыр. Ол цифрлар көз алдарыңызда. Сіз енді одан кейін де басқа екінші да ақпаратты толық көріп отырсыздар. Біздің елге қор арқылы, дүниелік банктың қор арқылы қанша жасанды жаңағы ИВЛ аппаратын алып берген туралы, жалпы жеке кәсіпкерлердің есебінен жәрдем беріп жатқаны және өзінің медициналық министрліктің өзінің алған бұрынғы аппараттарын қоссаңыз, соның өзі сізге көрсетеді, біздерге ауыр жағдайда өтіп жатқан ауруларға олардың жәрдем беруге ИВЛ аппараттарының жеткілікті екенін. Және дәрі-дәрмектер, дүниежүзілік сақтау ұйымының соңғы берген емдеу протоколы дейміз ғой. Емдеу протоколы бойынша тиімді деген дәрілердің бізде қоры жеткілікті. Бұл жөнінде енді біздің фармация қоғамдық мекемесі де жауап беріп атыр өздерінің есептерін. Оған байланысты мына екі қалада соның ішінде ең аурудың көп жатқан. Ешқандай да сұрақ туған жоқ. Ем дәрі-дәрмектің қоры аппарат. Өңірлерде де қазір баршылық, Қызылордада да бар, ауыр төмендетіп жатқан, сіздер білесіздер, Қарағандыда бар. Оларға да аппараттар жеткізілген, оларда да толық мүмкіндік бар. Дәл қазіргі көлемде шығып жатқан ауруларды қамтамасыз етуге ИВЛ аппаратының толық мүмкіндік бар. Жалпы халықтың көкейінде отырған тағы бір маңызды сауал, әсіресе мынау шағын және орта бизнес өкілдерінің көкейтесті сауалдарының бірі, ол карантин уақыты қаншаға созылуы мүмкін деген сауал. Әрине, біздің елдегі осы үлкен енді
үлкен қиын жағдайды елмен бірге көріп отырмыз деген бос сөз емес. Шынында да елбасы айтты ғой, кеше бүгінгі қолдауында да айтып отырсаңдар, бәрі де елмен бірге көріп жатыр. Біздер де сіздермен менен осы министрдің өзінің арнауында да айтқан бар. Сіз егер бізбен бірге осы ауруды тез жеңіп, тез карантиннен шыққыңыз келсе, сізбен бірге жұмыс істеңіз. Ол мына ауруды үйде отырып, бір-бірімізбен қатынасты шамалы үзе тұру арқылы бұл аурудың кең көлемде таралуын тездетіп үссек, сіз бізге соншалықты жәрдем бересіз, бұл ауруды жауып, бұл ауруды біз жеңіп, тездетіп карантинді алып тастауға. Соншалықты тездетесіз деп. Бұл сол сөздің міне сол шын мағынасында осы. Біз қазір енді үлкен қалалардағы аурудың қатты таралып атта қазір өте баяулаған күнделік цифрлардан өзім келіп өтті. Біздер енді региондарда таралып кеткен рас. Ол қазір жақсы санитарлық дәрігерлердің жұмыс істеуінің арқасында олардың контактілері де тез табылып, оларды уақытында оқшаулап емдеу шараларын алып жатыр. Енді осы жұмысты қаншалықты тездету жүруіне байланысты мен ойлаймын, сол президентіміздің жұмсаған уақыттан қатты созыла қоймайды деп карантин. Осы тұста тағы бір сауал қоя кетейін. Ол өзіңіз білетін шығарсыз, мынау Беларусь мемлекетінің қазіргі коронавирус індетіне байланысты ұстанып отырған саясаты, ешқандай карантин жарияламай, Беларусь мемлекет басшысының айтуы бойынша бұл бір үлкен әлемдік психоз, былайша айтқан кезде, сол себепті ешқандай карантин жариялаудың қажеттілігі жоқ және экономикалық өсімді тоқтатудың қажеттілігі жоқ. Бірақ барлық азаматтардың өз жұмыс орындарынан табылуына, экономикалық өсімнің жүріс-тұрыстың тоқтамауына қарағанда, егер салыстырып қарайтын болсаңыз, Беларусь мемлекетінде анықталып жатқан мынау коронавирус індеті жағдайы біздің елімізден аса асып кеткен жоқ деп айтуға болады. Сіздің жеке маман ретіндегі көзқарасыңыз дәл осы мемлекеттің жүргізіп отырған саясатына? Беларусьтың саясатқа енді ол кісінің біздің түсінігіміз, ол кісінің жан-жағындағы мемлекеттердің бәрі карантин жауып, өздерінің шекараларын жауып алған екен. Оны айтып отқан дұрыс қой. Сізбен көрші елдердің бәрі қақпасын жауып қойып отса, сіздің қандай сізде қосымша әдетке барып карантин жариялау, егер итатта қақпа жабық тұрса. Логикаға сыймайтын нәрсе ғой. Жалпы онысы қолдауға барады, бірақ соңғы цифрларды естімеген шығарсыз. Беларусьта бізден аз емес, ауру саны өте көп және өлімді бізден жоғары. Бұның енді өзінің заңдылықтары бар, эпидемиологияда. Көбірек халық ауырса, соғұрлым жаңағы коллективный дейді, коллективный иммунитет пайда болады. Болашақта содан халықтың ауруы болашақта болмайды деген. Еуропадағыдай бір сондай бір принцип бар сияқты. Жалпы енді оның барлығы көп нәрсеге байланысты. Ол медициналық мекемелердің бар және өсіргі жағдайға сай келуі, дәрігерлердің, жоғары санаттағы дәрігерлердің өте жеткілікті түрде болуы, оның бәрі ол кісіге солай сөйлеуге мүмкіндік беріп отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған тағы бір материал, ол американдық коронавирус індетін ойлап тапты деген бір ғалымның қамауға алынуы және кейбір мәліметтерге сәйкес дәл осы вирус лабораторияда өсіріліп, кейін Қытай мемлекетінің тарапынан қаржыландырылды, тіпті сатып алынды деген сияқты мәліметтерде айтылып жатыр. Жалпы дәл осы екі мемлекеттің, Америка және Қытай мемлекеттерінің арасында тіпті коронавирус індеті бір үлкен саясатқа айналып бара жатқан сияқты. Сіздің маман ретінде көзқарасыңыз қандай бұл биологиялық қару деген пікірге? Енді өмірде ол биологиялық қару деген өмір бұрында болған нәрсе, құпия емес, қазір де бар, болашақта да мынау жағдай адамдар өзінің сабасына кең көлемде ойламайтын болса, болатын нәрсе. Жалпы оның, конечно, ресми ақпарат емес. Қазақта айтады, құланның қасуына мылтықтың басуы деп. Сол аурудың көтерілуіне осы екі елдің арасындағы текетірес сәйкес келіп қалған сияқты. Қазір көріп астында ғой, сол бірін-бірі көре алмай қалатын ел, қазір бір-біріне гуманитарлық көмек есебінде медициналық құралдар жіберіп жатыр, сол екі ел бір-біріне.
Россияда соның ішінде жүріп көрдіңіз ғой. Және бір-біріне медициналық мамандар барып жатыр. Қалай түсінуге болады? Оның бәрі Шынтуайтқа келгенде адам баласы жер шары ортақ. Бәрімізге келген нәубет бәрімізге де ортақ. Сондықтан да осы нәубетті жеңуге бәрі де меніңше бәрі де атсалысады деп ойлаймын. Жалпы енді ол өмірде жаңағы табиғи жолмен ба бұл? Жаңағы жан жануардың ортасында жүрген, қозғалысқа айналысында жүрген адамдарға жұқты ма? Болмаса лабораториялық па ма? Оны енді біз дәл басып маман есебінде айта алмаймын, оны мен қазір зерттеп жатқанымды. Ол кезінде бірақ өзінің осыған зерттеп жатқан дүние жүзінде атақты лабораториялар бар. Бұған міндетті түрде жауап беріледі деп ойлаймын. Өзіңіз білесіз, Білім және ғылым министрлігі дәл қазіргі уақытта мынау онлайн оқыту жүйесін енгізіп жатыр. Бұл жоғарғы оқу орындарымен қатар мектеп оқушыларына да қатысты. Енді ата-аналардың тарапынан дәл осы онлайн оқу емес, оны жаз мезгіліне қалдыру туралы ұсыныстар, пікірлер айтылған болатын, бірақ министр оны өз кезегінде дәл коронавирус індетімен күресудің қанша уақытқа жалғасатыны белгісіз, тіпті бұл вирус күз мезгілінде қайталану мүмкін деген сияқты пікір айтып, онлайн оқыту жүйесін қалдырып отыр. Сіздердің болжамдарыңыз қандай? Бұл вирустың таралуы күзде қайталануы мүмкін бе? Ол енді біз айтып отқанымыздай табиғаттағы бар нәрсе ешқайда жаңағы айтқан табиғаттағы нәрсе ешқайда жоғалып кетпейді. Міндетті түрде. Бірақ біз оған қазір бірнеше рет кездестік, біз енді онымен шамалы да болса таныс болдық. Оған дейін таныс болдық. Біз барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, аурудың алдын алу кезінде қазір біздің министрлікте үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ұйымдастыру жұмыстары, профилактикалық жұмыстар, ол және оқу жылына дейін келесі оқу министрлігімен бірге бірлесіп бір жақсы жоспар, дайындық жоспарлары міндетті түрде жүреді. Әрине білімсіз білімді тоқтатуға болмайды, білім алыну керек, білімсіз ештеңеге жете алмаймыз. Сондықтан да мен айтайын дегенім, министрлікте оған қарап жатқан жоқ, бүгінгі күнмен бірдей қалай айналысып жатса аурумен, өсуін қалай жойып тоқтатып, әрмен қарай оның қалай жүреді, онымен біздің күзде қалай кездесеміз, қыста қалай кездесеміз, ол туралы да қазір ұйымдастыру профилактикалық жұмыстары қазірдің басында қолға алынып жоспарлануда министрліктің басшылығымен. Жақсы, енді соңғы сауалдардың бірі, дәл қазіргі таңда осы вирусқа қарсы әлемде ойлап табылған вакцина бар ма, және біздің ғалымдар осындай вакцинаны ойлап таба ала ма, әлде біз өзге мемлекеттен сатып аламыз ба? Енді ол жаңа дақпырт мақтануды жақсы көретін халықпыз ғой негізі. Бірақ мен ойлаймын, кеше Гейтстің жақсы хабарламасын естігеніміз. Дүние жүзіндегі енді ақылды адамдардың бірі және бай адамдардың бірі, ол кісі айтқан, мен 7 түрлі вакцина жасайтын немен келістім. Соған құрығанда бір екеуі аман болса, бүкіл ақшамды беріп, соны вакцина жасауға шартамды күзге дейін. Күзден кейін енді проба жасады ғой. Ол жақсы нәтиже беруі мүмкін дүние жүзінде. Соған мен ойлаймын, біз бірінші болып жасай алмайтын шығармыз, біз шетелден сатып алуға дайын болуымыз керек. Пікіріңізге көп рахмет. Енді дәл қазір карантин кезінде үй жағдайында отырған азаматтарға айтам деген ақыл кеңесіңіз болса, және айтылмай қалған мәселелер болса, біз тыңдауға әзірміз. Халыққа айтатын сол, біз сіздердің арқаңызда, сіздермен бірге осы бір-бірімізді тыңдап, бір-бірімізге кеңес берудің арқасында біз аурудың бірнеше бетін қайтардық деп ойлаймын. Қайтардық, оны сіздер көріп отырсыздар, ал үлкен кең көлемде таралған жоқ, басқа елдермен салыстырмалы түрде де байқауларыңызға болады. Сондықтан да біз осындай нәтижемізді дұрыс аяқтау үшін біздің дәрігерлердің берген кеңесін аяқтап, карантиннің күні біткенше дейін осы заңдылықтарды сақтап, қолымызды жуып жиі адамдармен топтасқан жерге бармай, өзіміздің денсаулығымызды күшейтіп, бойында жұмыстарымызды істей беретін болсақ, біз міндетті түрде жақын күндері жақсы нәтижеге жетеміз. Сіздер соған сеніңіздер. Көп рахмет. Лайым солай болсын. Ең бастысы ол халықтың амандығы, елдің саулығы, ендеше амандық саулықта жүздескенше ағайын.